Томирис би ансамблінің «Адамзат пен махаббат» атты маусымдық жабылу концерті өтті. Бекзат өнер саналатын би көрерменге адамның ішкі жан дүниесі мен мінез құлқында дәлме-дәл жеткізуді мақсат етеді. Қазіргі күнде облысымызда би өнеріне құлшыныс білдірушілердің саны артқан. Томирис би ансамблі 2001 жылы кәсіби ансамбль болып құрылған. Бүгінде ансамбльде 20 биші өнер көрсетеді. Осы жылдар ішінде сыр ансамблі халықаралық фестивальдерге қатысып, бірнеше орындарға ие болған. 23 жылдық тарихы бар Томирис би ансамблінің қоржынында 100-ден астам би туындылары бар. Өнер орталығында өткен маусымдық жабылу кешінде адам және хауана, қызармана, қайырсыз сезім және құмар ойын негізіндегі 9 би көріністері көрермен назарына ұсынылды. Бүгін өнер орталығында Томирис би ансамблінің маусым жабар концерті. Бұл концерттің тақырыбы «Адамзат пен махаббат». Негізі Томирис би ансамблі халықтық, ұлттық билерді орындайды. Негізінен репертуарында көбінесе ұлттық билер. Томирис би ансамблі 2001 жылы құрылды. Сол 2001 жылдан бастап мен өзім құрған болатынмын. Ансамбльде 4 биші болды. Қазір енді 20 биші бар, 12 қыз, 8 ұл. Томирис ансамблінің жетістігіне келетін болсақ, халықаралық, республикалық, облыстық дәрежелерде көптеген би байқауларында, фестивальдеріне қатысып, үлкен марапатпен, үлкен жеңіспен қайтқан кездер көп болды. Біздің Томирис би ансамблінің репертуарында 80-ге, 100-ге жақын би қойылымдар бар.